Белгілі әдебиетші ғалым Есмағамбет Смайылов Нарманбет сөзсіз талантты ақын. Ол өз дәуірінің зор реалист сыншысы. Оның творчествосында 19 ғасырдың ақыры мен 20 ғасырдың басындағы қазақ даласының саяси, экономикалық және әлеуметтік шындығы бейнесі айқын көрінді деп атап көрсеткен болатын. Армысыздар. Біз бүгінгі тақырыбымызды ел көкейіндегі сөзді өлеңмен өрнектеген Нарманбет ақынның өмірі мен шығармашылығына арнамақпыз. Нарманбет Орманбетұлы жастайынан өнер білімге құштар болып, 12-13 жасынан бастап өлең шығара бастайды. Нарманбет алдымен діни мектепте, кейін Қарқаралыдағы 2 сыныпты орыс қазақ мектебінде оқыған. Бала кезінен оқуға, білімге құштар болып өскен ақын шығыс әдебиетінен, Пушкин, Лермонтов, Толстой шығармашылығынан жақсы хабардар болды. Ақындығымен қоса домбырашылығымен де аты шықты. Нарманбет Орманбетұлы біздің ұлттық әдебиетімізді үлкен жоғары сапаға көтерген алып тұлғалардың бірі болып саналады. Мынау кезінде Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің сонау Асан қайғыдан бергі заманның көптеген ақындарын зар заман ақындары дейтін терминге әкеліп енгізетіні бар. Солардың ішінде анау Мұрат пен Шортанбай, Дулат секілді, оның ішінде Әбубәкір Кердері де бар. Осы Нарманбет Орманбетұлы да солардың ішінде. Нарманбет өте сауатты ақын, өз заманының өте сауатты адамы. Суырып салма ақын ретінде халық мұңын жоқтайтын өлеңдер шығарды. Нарманбет ақын жастайынан ел басқару істеріне де араласып, 1917-18 жылдары Қарқаралы қаласында уездік сот болды. Дүние-ай, базарыңда арзан нарқым, болса да арзан нарқым, қымбат даңқым. Қадір жоқ тіршілікте Нарманбетте, өлген соң әттеген-ай дерсің халқым. Нарманбет Орманбетұлы. Нарманбет өлеңдерінің негізгі тақырыбы оқу білім, адамгершілік, ел мүддесі. Қоғамдық өмірге белсене араласқан Нарманбет ақын Ресей империясының отаршылдығына қарсы 1905 жылғы Қоян жәрмеңкесіндегі атақты Қарқаралы петиция. Белгілі әдебиетші ғалым Есмағамбет Смайылов Нарманбет сөзсіз талантты ақын. Ол өз дәуірінің зор реалист сыншысы. Оның творчествосында 19 ғасырдың ақыры мен 20 ғасырдың басындағы қазақ даласының саяси, экономикалық және әлеуметтік шындығы бейнесі айқын көрінді деп атап көрсеткен болатын. Армысыздар. Біз бүгінгі тақырыбымызды ел көкейіндегі сөзді өлеңмен өрнектеген Нарманбет ақынның өмірі мен шығармашылығына арнамақпыз. Нарманбет Орманбетұлы жастайынан өнер білімге құштар болып, 12-13 жасынан бастап өлең шығара бастайды. Нарманбет алдымен діни мектепте, кейін Қарқаралыдағы 2 сыныпты орыс қазақ мектебінде оқыған. Бала кезінен оқуға, білімге құштар болып өскен ақын шығыс әдебиетінен, Пушкин, Лермонтов, Толстой шығармашылығынан жақсы хабардар болды. Ақындығымен қоса домбырашылығымен де аты шықты. Нарманбет Орманбетұлы біздің ұлттық әдебиетімізді үлкен жоғары сапаға көтерген алып тұлғалардың бірі болып саналады. Мынау кезінде Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің сонау Асан қайғыдан бергі заманның көптеген ақындарын зар заман ақындары дейтін терминге әкеліп енгізетіні бар. Солардың ішінде анау Мұрат пен Шортанбай, Дулат секілді, оның ішінде Әбубәкір Кердері де бар. Осы Нарманбет Орманбетұлы да солардың ішінде. Нарманбет өте сауатты ақын, өз заманының өте сауатты адамы. Суырып салма ақын ретінде халық мұңын жоқтайтын өлеңдер шығарды.
Нарманбет ақын жастайынан ел басқару істеріне де араласып, 1917-18 жылдары Қарқаралы қаласында уездік сот болды. Дүние-ай, базарыңда арзан нарқым, болса да арзан нарқым, қымбат даңқым. Қадір жоқ тіршілікте, Нарманбетте, өлген соң әттеген-ай дерсің қалқым. Нарманбет Орманбетұлы. Нарманбет өлеңдерінің негізгі тақырыбы оқу білім, адамгершілік, ел мүддесі. Қоғамдық өмірге белсене араласқан Нарманбет ақын Ресей империясының отаршылдығына қарсы 1905 жылғы Қоян жәрмеңкесіндегі атақты Қарқаралы петициясына қатысушылардың бірі болды. Бұл жерде Қарқаралы петициясының ұйымдастырушылардың бірі Ахмет Байтұрсынов та болған еді. Оның Қарқаралыда қалалық училищенің оқытушысы болғаны мәлім. Нарманбет ақын мектеп бастығына өлеңінде Ахмет Байтұрсыновтың ұлтты ағарту мен оятудағы қызметін ерекше бағалады. Қарқаралы уезіндегі бұл қозғалыс кейін қазақ тарихынан айқын және кең орын алды. Нарманбет сол жылы Қоян жәрмеңкесіндегі ұлтшылдардың 1000 адам қол қойған талап тілектеріне қызу араласты. Қарқаралы қозғалысының ұйытқысы болған Ахмет Байтұрсынов, Жақып Ақбаевтар жер аударылғанда қазақты жүруші еді қойдай бағып атты өлең шығарды. Кең даланы ен жайлаған бейхам елдің мүшкіл халін айтып, берекесіз тіршіліктің мінсіздігінен алиды. Тығырыққа тап болған халықты жарқын болашаққа бастайтын ұлт зиялыларына, соның ішінде қазақтан шыққан тұңғыш заң магистрі Ақбаевқа сенім артып, Алаш арысының ел үшін атқарған еңбегін, ұлтшандылық тұлғасын анық танытады. Қазақты жүруші едің қойдай бағып өлеңінде Қарқаралы петициясының маңызын, осы іске ұйытқы болған алаш азаматтарының елдік жолындағы қызметін, қазақты жүруші едің қойдай бағып, қабаған сәттерінде қоңырау тағып, халықты аяйтұғын асыл заттар, бір-екі тұйғын ұшты, қанат қағып, ұшқан жоқ ол тұйғындар қызыл үшін, соқты ғой дін мұсылман қызық үшін деп бағалаған ақын дүниетанымына, шығармашылығына 1905 жылғы бірінші орыс төңкерісте айрықша ықпал етеді. Оян қазақ деп ұран тастай отырып, ол оның саяси әлеуметтік поэзиясында ашық тұр ғой кеңесік, кіріп қаққа жылайық. Қаршыға аңдып қоянды, ода шошып оянды, кел ұйқыдан тұрайық деп жаңа үн, жаңа сарын әкел. Бұл өлеңде Нарманбеттің 1905 жылғы қандай бағыт ұстанғаны, қандай мақсат көздеген айқын көрінеді. Ол сол кездегі барша көз ашық көкірегі ояу ұлт зиялылары сынды заман ағымы қоғам өзгерісіне сергек қарады. Сол себепті де қазақ әдебиетінде алғашқылардың бірі болып, барша алаш азаматтарын толғандырған қоғамдық және әлеуметтік мәселелерді батыл көтерді. Ол империялық отаршылық саясаттың әдейі жасап отырған ұрылық тартыстарды, олардың халықтың бірлігіне нұқсан келтірген кереғар әсерін, еліміздің алауыздығын, сол кезеңдегі қоғамдық қайшылықтарды сынай отырып, халықты оқу білімге, рухани оянуға шақырды. Нарманбет ақын бүгінгі күннің емес, келешек ұрпақтың не боларына да алаңдайды. Анау атақты сарыарқа сарқыраған суың қайда, түнде жоқ, күндіз мұнар бұң қайда деп келіп бастап, сол ұзақ толғауы осы зар заман ақындарының ілгергі қатарына шығарды. Мұның енді зар заман дегеннің барлығы шартты түрде атауы енді. Осылардың барлығы да ақын болғаннан кейін, шығармашылық тұлға болғаннан кейін, елдің қамын қамдамаса, елдің мұңын мұңдамаса, ол шығармашылық тұлға емес. Ақын 1907 жылы Семей облысының қазақтарынан мемлекеттік думаға сайланатын осы өңірдің сайлау жиналысының Қарқаралы уезі болыстығынан сайлаушысы болып бекітілді. Осындай әлеуметтік өмірге араласа жүріп, ақын патшаның отаршылдық саясаты қазақ халқынан жерінен айыру, елдігін жою екендігін терең ұғына бастайды. Бұл күнде байлар қаяр, билер мекер деген өлеңдерінде саяси әлеуметтік тақырыптағы мәселелерді қамтыды. Сондықтан да оның поэзиясының негізгі арқауы патшалық отаршыл саясат озбырлығы, жер қайғысы, әлеуметтік теңсіздік, халық бостандығы болды. Міне осы тұрғыдан алғанда ақын өз дәуірінің күрделі мәселелеріне сергек қарай отырып, әлеуметтік істерде де барынша беделді болды. Нарманбет сонымен қатар қазақ газетіне хабар жазған, тілшілік міндет атқарған. Соның ішінде Нарманбеттің қазақ газетінің шығарушыларына жазған хаты да аса құнды мұра деуге болады. Ол ақынның азаматтық тұлғасындағы елшілдік қасиетті танытумен қатар, қазақ зиялыларын ақыл парасатқа шақырған озық ойында айғақтай түседі. Ақын
Аждаханың аузында, Ұран атты өлеңдерінде орыс отаршылдығының озбыр, 200-ді саясатын сынай отырып, азаттыққа қол жеткізуді армандайды. Патшаның тақтан құлауына қуана отырып, тілекті берген күн, көздің жасын иген күн, құлдықтан басы құтылып, қатарға жұртты енген күн, әлемдік жұтқан айдаһар мерт болып бүгін өлген күн деп жырлайды. Енді бұл жанрлық тұрғыдан келгенде, шығармалары бұл жоқтау жанрын ілгері шығарған. Әкесі Орманбетті жоқтауы, баласын жоқтауы, осылардың барлығы анау Абай салған жол. Ол енді Абай емес, ар жағындағы үлкен баяғы ертедегі Мамайды бастап жоқтаудан басталатын, ар жағында да бар болар. Сол үлкен жоқтауларды еске салады. Ал енді жалпы сол Абайдың үлгісі. Ақын шығармаларының тақырыбы бір сарынды емес, онда махаббатты, достықты жырлаған өлеңдерде кездеседі. Нарманбет өлеңдерінде махаббат, табиғат лирикасы көрнекті орын алады. Абай мектебінен біраз тәлім алғанда анық. Оның арна өлеңдері мен айтыстары да бар. Абайдың алдындағы адамдар деп Шортанбай, Алтынсарин, Мәшһүр Жүсіп, Нарманбеттерді алу керек. Бәрінің жазған сөздеріндегі белгілі сарынды есепке алу керек. Ол дәуірдің ақындары жазба әдебиеттің басы екені даусыз. Мұхтар Әуезов. Өкінішке орай, оның ақын ретіндегі белсенділігі мен аңғарымпаздығы ұзақ жылдар бойы оқырман назарынан тыс қалды. Кеңестік идеология тұсында да ол өз ұлтына зиянды ақын ретінде көрсетілді. 1939 жылы профессор Есмағамбет Смайылов алғы сөзін жазып шығарған Жұқа кітапшасынан басқа, кеңес үкіметі кейін соңғы жарты ғасыр бойы оның бірде-бір шығармасын баспады. Құрметті көрермен, Алла аузына сөз салып, сөз асылын саралаған қазақтың Алаштың аяулы ақыны Нарманбет Орманбетұлының шығармашылығына арналған бүгінгі тақырыбымызды осымен тәмамдаймыз. Келесі хабарда кездескенше.